Барлықтарыңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, жұмсақ болып шығатын эклер дайындайтын боламыз. Видеомды көрмес бұрын төмендегі подписаться батырмасын басып, менің арнамды қолдай кетіңіздер. Алдымен осындай кастрөлімізге бір чашка суымызды, сүтімізді және сармайымызды салып араластырып, осылай ертетін боламыз. Кішкене тұз саламыз. Енді қайнайын деп жатқан кезінде отымызды өшіріп, 6 қасықтай ұн саламыз. Осыны ыссы күйінде араластырып, біркелкі болғанға дейін араластырамыз да, біркелкі болғаннан кейін отымызды қайтадан қосып, осылай тағы да араластырамыз. Түбі жабысып бастаған кезінде отымызды өшіріп тастаймыз. Және оны бөлек ыдысқа салып қоямыз. Қатты суытпаймыз. Кішкене ысқылтым болу қажет. Сол кезде бір-бірден жұмыртқамызды саламыз. Бірінші жұмыртқаны салған кезінде қатты тез-тез араластыруымыз қажет. Себебі өте ыңғайсыз болады. Келесі жұмыртқамызды салып, біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Жұмыртқамыз пісіп кетпеуі қажет, сондықтан тез-тез араластыру міндетті. Соңғы жұмыртқамызды қостым. Осыны араластырып, толықтай біркелкі болғанға дейін осылай қасықпен созып қараймыз. Осылай созылып, қоймалжың болып тұру қажет. Енді осыны пергаментный пленкеге осылай салып шығамыз. Кондитерский мешокқа салып, ұзын қылып та жасауға болады. Өте әдемі болып шығады. Ода да мен қасықпен салдым. Пешімізді 180-170 градуста ысытып қойдым. Пешке салғаннан кейін градусымызды қозғамаймыз. Енді мен кремін дайындай бастаймын. Бір жұмыртқамызға осыны 3 қасықтай секерімізді салып, біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Осының үстіне сүтімізді құямыз. Тағы да араластырамыз. Сосын 2-3 қасық ұн салатын боламыз. Осыларды біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Ұнымыз толықтай еруі қажет және кішкене ғана ванилин саламыз. Сөйтемізде отымыздың астын қосып, осы сұйық креміміз осындай қоймалжың болғанға дейін тез-тез араластырып тұрамыз. Және оны бөлек ыдысқа саламыз да, үстіне кішкене май қосып, миксерлеп, бір қалыпты болғанға дейін, осындай крем болғанға дейін араластырамыз. Біздің пештегі эклеріміз дайын болды. Өте осындай күшті әп-әдемі болып шықты. Сіздер де осылай жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын. Төменде подписаться батырмасын басып, мені қолдай кетіңіздер. Осылай жаңа кремімізді осылай арнайы осындай немен де істеуге болады, қасықпен де істеуге болады. Кремдерін ішіне салып, дастарханға, қонақтарыңызға, балаларыңызға ұсынсаңыздар болады. Міне осындай болып шығады. Өте дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.